Құрметті әріптестер, мен Қызылорда қаласындағы Серғали Толыбеков атындағы нөмірі 3-ші IT мектеп лицейінің информатика пәнінің мұғалімі Алдамжарова Жаңагүл Әбжәмиқызы. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабаққа жақсы көңіл күй тілеймін. Ақпарат таза күйінде білім емес, мәліметтің қайнар көзі тәжірибеде деп Альберт Эйнштейн айтқандай, бүгінгі сабағымызда біз түрлі математикалық есептерге байланысты тәжірибе жүзінде сол есептерді шығарамыз. Енді балалар, барлығымыз мына жерде тұрған қағаз қиындыларынан бір-бірден алсақ, яғни осы қағаз қиындылар арқылы топқа бөлініп алсақ. Енді балалар, сіздерге берілген қағаз қиындылардағы суретке қарай отырып, әр топ өзінің топтың атын айтса. Қане, бірінші топ бастайық. Біздің топ суретке қарау арқылы қазақтың байырғы өлшем бірліктері деп ойлаймыз. Жақсы, өте жақсы. Яғни сіздердің топ қазақтың байырғы өлшем бірліктері. Біздің тобымыздың атын ақпараттың өлшем бірліктері деп атауға болады, өйткені бұл жерде ақпараттық жадының өлшем бірліктері бейнеленген. Өте жақсы, ақпараттың өлшем бірліктері. Біздің топқа әртүрлі өлшем бірліктердің суреті түскен. Сондықтан біздің топ өлшем бірліктері деп аталды. Өлшем бірліктері деген топ. Жақсы балалар. Бүгінгі тақырыбымыз балалар, ақпараттың өлшем бірліктері. Балалар, мына жерде дейін және кейін идеялар себеті берілген. Дейін себетіне осы кезге дейін біз қандай ақпараттың өлшем бірліктерін білеміз. Сол туралы мәліметтерді алдымызда тұрған стикерге жазып білсек. Айтар ғой. 8 бит 1 байтқа тең. Ақпараттың өлшем бірліктерін мен суретіме жазып бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. Жақсы. Келесі. Жан айтар ғой. 1 гигабайтта 1024 байт, 1 мегабайтта 1024 гигабайт, 1 гигабайтта 1024 мегабайт бар. Жақсы. Қазір біз жаңағы бөлінген топқа байланысты 3 топқа тапсырма беріледі. Ол тапсырма ментальды карта әдісі арқылы әр топ өзіне берген тапсырманы орындайды. Яғни постер қорғау керек. Алдарыңызда флипчарт берілген, соған тақырып бойынша мәліметтер, ақпараттар жазамыз. Дайын болдық па? Постерімізді дайындап болсақ, енді қорғауға әр топтан 2 спикерден шықса, қане тақтаға шықсақ, бірінші топ келе қойын. Байырғы қазақ өлшемдері қазақ халқының тұрмыстық ерекшеліктеріне, кәсіптік қажеттілігіне байланысты қолданылған өлшемдер. Біз мына ментальды карта әдісі бойынша ұзындық өлшемдерді әртүрлі топтарға бөлдік. Ұзындық өлшемдеріне сынық сүйемді 20-21 см деп жаздық, ал қарыс сүйемді 21-22 см. Ал масса өлшем бірліктеріне келсек, бір көнек сүт 6-7 литр болып санаған, бір кезді 62 см. Көлем өлшемдерін біз қосуыз, бұруыз, шымшым, шөкім деп бөлдік. Ал қашықтық өлшемдеріне келетін болсақ, адым 1 метр, шақырым 1 километр, таяқ тастан 1015 метр болып саналады. Біздің топқа өлшем бірліктері деген тақырып түсті. Біз өлшем бірліктері мынадай әртүрлі топтарға жіктедік. Көлем өлшем бірлігі, ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктері және де уақыт өлшем бірліктері. Біз уақыт өлшем бірліктеріне күнтізбе және сағаттың суретін салдық. Уақыт өлшем бірліктеріне ғасыр, жыл, ай, апта, сағат, секунд және минут өлшем бірліктері жатады. Ал масса өлшем бірлігіне біз таразыны салдық. Масса өлшем бірліктеріне тонна, центнер, килограмм және грамм бірліктері жатады. Біз ұзындық өлшем бірліктеріне транспорттерді және де әртүрлі сылғыштар түрлерін салдық. Оған біз сантиметр, метр, дециметр және де миллиметрлерді жатқыза аламыз. Көлем өлшем бірліктеріне біз шаршы мен кубты салдық. Одан біз куб метр, куб дециметр және де куб сантиметрлерді жатқыздық. Аудан өлшем бірліктеріне біз алқап пен кірпіштердің суретін салдық. Гектар, ар, квадрат метр, квадрат километр және квадрат дециметрлерді жатқыздық. Жақсы, рахмет. Келесі топ. Ақпаратты сақтау және тасымалдау үшін оның ең алдымен көлемін есептеп алу керек. Яғни компьютердің біз есептеуі машина екенін анықтай аламыз. Оның жадысы электрондық символдарды қана қабылдай алады. Яғни ол 0 немесе 1 символдары. Ол бит деп аталады. Яғни бір бит арқылы біз әр сөздің символын анықтай аламыз. Әр ақпарат жадының өзіндік өлшем бірліктері болады. Біз 1 гигабайтты, 500 гигабайтты және 28 мегабайтты флешкаға жатқыздық. 20 гигабайтты біз қатқыл дискқа жатқыздық. Қатқыл диск 20 гигабайттан көп болады.
700 мегабайтқа біз CD дискті жатқыздық. Диск 2 топқа бөлінеді, CD және DVD. Кэш жадына біз 8 гигабайт, 16 гигабайт, 64 гигабайттан 256 гигабайтқа жатқыздық. Міне оның суреті. Енді осы жасаған постерімізді бағаласақ топ болып, әр топтан бір оқушы баға берсе, яғни ол мадақтау сэндвич арқылы бағалаймыз. Қане, сіздердің топтарыңызда кім береді? Жире, қане айта ғой. Ақпаратты өлшем бірліктері тобының жұмысын мадақтау сэндвич арқылы бағалайтын болсақ, олардың жұмыстары өте жақсы шыққан. Бірақ олар тек ақпаратты тасымалдаушы құралдардың көлемін ғана жазып қойған. Егер олар компьютердағы CDE дисктерінің көлемін және қарапайым кітаптағы мәліметтердің ақпаратының көлемін есептеуді жазғанда, олардың жұмыстары бұдан да қызықты әрі жақсы болып шығар еді деп ойлаймын. Дегенмен олардың жұмыстары бізге ұнады. Алдағы уақытта бұдан да қызықты ақпараттарды қосып жазып, біздің ұсынысымызды қабылдаса. Жақсы, келесі топ. Өлшем бірліктері тобын мадақтау сэндвич арқылы бағалайтын болса, олар өз жұмысын жақсы және жүйелі жеткізе білген. Бірақ олар өз жұмысына күнделікті өмірден мысалдар келтірсе жақсы болар еді. Дегенмен біздің топқа ұнады. Жақсы, келесі топ. Байырғы қазақ өлшем бірліктері тобын мадақтау сэндвич арқылы бағалайтын болсақ, олар жаңағы айтылған жұмысын жүйелі орындады. Біз білмейтін жаңа байырғы өлшем бірліктерді жеткізіп айтты. Бірақ олар айтқан өлшем бірлікті мысал келтіргенде, яғни қарапайым партаның қырын бір елі деп көрсетіп түсіндіргенде жақсырақ болар еді. Біздің топқа ұнады. Дегенмен менің ұсынысым болашақта осы айтқан кері байланыспен жұмыс істесе керемет шығар еді. Ақпараттың өлшем бірліктеріне және тағы да қосымша ақпарат мәлімет бере кететін болсам, мысалы 1 килобайтта 1024 байт бар дейміз, а біз оны 2-ның 10 дәрежесі деп алуымызға болады екен. Ал 1 мегабайтта 1024 килобайт болса, оны 2-ның 20 дәрежесі деп дәреже түрінде де жазуға болады екен ақпараттық өлшем бірлігін. Сонымен қатар, кіші өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке айналдырған кезде біз бөлу амалын қолданамыз да, үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке айналдыру үшін біз көбейту амалын қолданады екенбіз. Сонымен қатар ақпараттың жіберу жылдамдығын бот деп атайды екенбіз. Бір бот 1 бит секундқа тең екен балалар. Енді қазір біз мынадай есеп берілсе, 10 байтта қанша бит бар дейді. Қалай есептейміз, Яғни 1 байтта 8 бит бар, 10 байтта 8-ге көбейтеміз, сол кезде 80 бит шығады. Дұрыс, өте жақсы. Ал байтты килобайтқа айналдыру керек. 512 байтта қанша килобайт бар? Айдар. 1 килобайтта 1024 байт бар. Сонда біз 512-ні 1024-ге бөлеміз. Сонда бізде 0,05 килобайт шығады. Өте жақсы. Келесі тапсырмамыз біздің балалар енді жұптық тапсырма беріледі. Қазір 6 топқа 6 түрлі есеп беріледі. Яғни осы есептерді жұп болып орындаймыз. Екеуден жұптасып жұмыс жасаймыз. Бастайық жұмысты. Енді балалар, жасаған жұптық жұмысымызды қарама-қарсы отқан жұпқа беріп, кері байланыс береміз. Графикалық түрде кері байланыс береміз. Тапсырмамызды тексерсе, келесі жұп. Мен бұл жұптың жұмысын күліп тұрған күннің бейнесінен бағаладым. Себебі берілген шарты нақты, ал жауабы дұрыс. Жақсы. Балалар, бірінші біз компьютерде жұмыс жасағанда, жеке жұмыс жасағанда, рабочий столдағы компьютерді таңдап, шканың оң жақ батырмасын таңдап, свойства командасынан біз ақпараттық өлшем бірлігін қараймыз, және екінші CD дискілердің ақпараттық өлшем бірлігін қараймыз. Яғни осыларды қосып, толық ақпараттың өлшем бірлігін есептеп жазамыз. Балалар, бұл интерактивті флипчарт, яғни смарт-карт деп аталады. Бұлған жазылған мәлімет ақпарат автоматты түрде қолдарында тұрған планшетке JPEG түрінде барып отырады. Барлықтарымызға осы ақпарат барды ма? Қане компьютерде жұмыс жасайық ондаша. Айбек, айта ғой, қанша болды көлемнің ақпараттық өлшем бірлігі? Менде азу 4 гигабайт, ал C дискінің көлемі 423 гигабайт. Ал барлық көлемін 427 гигабайт болып шықты. Жақсы, өте дұрыс. Қазір барлығымыз балалар деңгейлік
тапсырмалар орындаймыз. А, В, С деңгейлі тапсырмалар. Ол Learning Apps Org сайты арқылы ұйымдастырылған. Жеке-жеке сол әр оқушы өзінің логині мен паролімен кіріп, тапсырманы орындаса. Балалар барлығын жұмысты аяқтасақ, экраннан мен нәтижесін көрейін. 7-ші А сыныбы қазір статистиканы қарайық, кім қаншалықты орындаған туралы. Мына жерде Айбек 3-ші С деңгейінде қате кеткен, Ақжан 1-ші тапсырмада қате орындаған, Райымбек соңғы С деңгейі тапсырмасы, Тамашада 1-ші А деңгейі тапсырмасында қате кеткен екен. Балалар, қалған оқушылар жұмыстың барлығын өте жақсы деген қорытындыға келіп отыр. Мен арада жазылып түспен берілгендер жұмыстың барлығын дұрыс орындаған оқушылар. Алма қызыл түс қате кеткен оқушылар екен. Жақсы, ондаша. Қазір ондаша осы А-С деңгейлік тапсырманы орындаған оқушылардың барлығына смайлик арқылы бағалайды. Дилназ, балалар, қазір енді біз бағана еңке себетіне толтырсақ, идеялар себетіне, енді қазір бүгінгі ақпараттық өлшем бірліктеріне қандай ақпарат алдық, не үйрендік, сол туралы кейін себетіне ілсек. Мен сабақта қазақтың байырғы өлшемдері мен ақпараттың өлшемдерін үйрендім. Мені ақпараттың үлкен өлшемінен кіші өлшеміне өту үшін біз көбейтеміз, ал кіші өлшемнен үлкен өлшеміне өту үшін біз бөлеміз. Және Learning Apps орында мен көптеген тапсырмаларды үйреніп, оны жақсы орындап шықтым. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабаққа рефлексия беру үшін Шульманның 3 көмекшісін алдық. Яғни бүгінгі сабақта мен басым арқылы не істедім, бүгінгі сабақта мен қолым арқылы не жасай алдым, және бүгін сабақта мен жүрегім арқылы нені сезіндім. Қане Дилназ айта ғой? Бүгінгі сабақта мен басым арқылы Learning Apps Org-та А-С деңгейін орындай алдым. Бүгінгі сабақта мен қолым арқылы көптеген біздің тобымызға берген постерді жасап, оған суреттер салып, көптеген мағлұматтарды жазуды үйрендім. Ал бүгінгі сабақта мен жүрегім арқылы біздің тобымыздың ұйымшылдығын, бірлігін сезіндім. Жақсы. Мен бүгінгі сабақта басым арқылы есептерді ойлап шығара алдым. Мен бүгінгі сабақта қолым арқылы көптеген есептерді жазып, постерде сурет салып, мәліметтерді жаза алдым. Мен бүгінгі сабақта жүрегім арқылы тапсырманы орындай алғанда қуаныштық сезіндім. Бүгінгі сабаққа барлықтарымыз жақсы қатыстық. Балалар үйге тапсырма беретін болса, бірінші ақпараттың өлшем бірліктері, екінші информатика оқулығының бір бетін таңдап алып, ақпарат өлшем бірліктері бит, байт, килобайт бойынша есептеп жазып келеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.